Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі жалпы пайдаланымдағы жолдар мен автомагистральдардың инженерлік инфрақұрылымы пәні бойынша практикалық жұмысымыздың тақырыбы реттелмейтін қиылысудың параметрлерін анықтау және оны арналау. Практикалық жұмысты әзірлеген ТТД 21-1К тобының докторанты Кукешева Алия Бакибаевна. Практикалық жұмыстың мақсаты студенттерде реттелмейтін қиылыстың өткізу қабілетін анықтау бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру. Ал енді практикалық жұмысты орындау ретімен танысайық. Сіздерге ең алдымен практикалық жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтерімен танысу керек. Содан кейін практикалық жұмысты орындау шарттарымен танысу керек, және де практикалық жұмыста реттелмейтін жабдықталмаған қиылыстардың өткізу қабілетін есептеу әдістемесімен танысу керек. Содан кейін қиылыстардың өткізу қабілеті мен жүктелуін есептеу керек, және де соңында алынған нәтижелер бойынша қорытынды жасау керек. Практикалық жұмысты орындау ретіне сәйкес сіздерге оның қысқаша теориялық мәліметтерімен танысу керек. Мұнда сіздер практикалық жұмысты орындауға қажетті негізгі ұғымдармен таныс боласыздар. Сонымен, қиылыс дегеніміз бұл жолдардың бір деңгейдегі қиылысу нүктесі. Қиылысатын, жанасатын немесе тарамдалатын жүріс бөліктерімен, сондай-ақ көрсетілген жүру бөліктерін қосатын айналмаларымен бір деңгейде құрылған аумақ. Қиылыстың негізгі төрт құрылыстары болады. Бұл төрт құрылысты сіздер экраннан көре аласыздар. Бірінші құрылысы ол төрт жақты, екінші құрылысы Т тәрізді, үшінші құрылысы У тәрізді, және төртінші құрылысы дөңгелекті болып келеді. Қиылыстың негізгі екі түрі болады. Ол реттелетін қиылыс және реттелмейтін қиылыс. Қозғалыс кезектілігі бағдаршамның немесе реттеушінің сигналдарымен айқындалатын жол қиылысын реттелетін қиылыс деп атайды. Егер де қиылыста жаяу жүргіншілер мен көлік қозғалысының тәртібін анықтайтын бағдаршамда реттеуші де болмаса, онда мұндай жол қиылысын реттелмейтін қиылыс деп атайды. Мұндай қиылыста орналасқан жаяу жүргіншілер өткелі реттелмейді. Жүргізушілер реттелмейтін жол қиылыстарынан өту ережелерін және жол қиылысында белгіленген басымдылық белгілерін басшылыққа алуға міндетті. Сонымен сіздер практикалық жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтерімен таныс болдыңыздар. Енді практикалық жұмыстың негізгі шарттарына назар аударсаңыздар. Практикалық жұмыстың шартына сәйкес, қаланың бас жоспарын қайта қарау кезінде олардың қолданыстағы жағдайын негіздеу және одан әрі жаңғырту мақсатында кейбір реттелмейтін қиылыстардың өткізу қабілетін анықтау қажеттілігі туындады. Атап айтқанда, бірнеше бір типті бірінші кезектегі қиылыстар анықталды. Олардың жалпы схемасы келесі суретте көрсетілген. Сонымен сіздер экранда жабдықталмаған реттелмеген қиылыстың схемасын көріп отырсыздар. Практикалық жұмыстың шартына сәйкес, сіздер осы реттелмеген қиылыстың схемасына талдау жүргізулеріңіз қажет. Талдау нәтижелері бойынша сіздер көлік қозғалысының қарқындылығын және де қиылыстың өткізу қабілетін анықтауларыңыз қажет. Алынған есептеу нәтижелері бойынша сіздер қарастырылатын қиылыстың схемасына жетілдірілген жоспарлы схеманы таңдауларыңыз қажет. Осы практикалық жұмысты орындау үшін сіздерге бастапқы мәліметтері бар кесте қажет болады, және бұл кестені сіздер экранда көріп отырсыздар. Әр студент өзінің нұсқасына сәйкес қажетті бастапқы мәліметтерді осы кестеден алады. Практикалық жұмыстың шарттарымен таныс болғаннан кейін практикалық жұмысты орындау әдістемесіне назар аударайық. Әдістеме бойынша сіздерге ең алдымен бір деңгейдегі қиылыстың өткізу қабілетін анықтау керек. Бұл параметрді анықтау үшін сіздер экранда көрсетілген осы формуланы қолданасыздар.
Бұл формулада нгл дегеніміз негізгі жолдағы қозғалыс қарқындылығы. А, Б, С шамалары бұл ағынның әртүрлі бөліктерін сипаттайтын коэффициенттер. А шамасы бұл еркін қозғалатын автомобильдердің коэффициенті, Б шамасы жартылай байланыстың коэффициенті, С шамасы автомобильдер ағынның байланысты бөлігінің коэффициенті. ТГР шамасы жүргізуші қабылдайтын шекаралық интервалдарды білдіреді. Бұл интервалды келесі слайдтарда көрсетілетін екінші сурет бойынша анықтайтын боласыздар. БТ шамасы бұл екінші дәрежелі жолда автомобильдердің кезектен шығу араларының интервалы. Бұл шаманы сіздер келесі слайдта көрсетілетін екінші кесте бойынша анықтайсыздар. БТ1, БТ2, БТ3 шамалары автомобильдер ағынының тығыздығын сипаттайтын коэффициенттер. БТ2 шарт бойынша 3,5-ге тең, БТ3 5,7-ге тең, ал БТ1 шамасы келесі слайдтарда көрсетілетін үшінші сурет бойынша анықталынады. Ал енді қиылыстың өткізу қабілетін анықтау үшін сіздерге бұл формуладағы құрауыш шамаларды ең алдымен анықтау керек. Осыған байланысты біз келесі слайдқа көшеміз. Сонымен, екінші дәрежелі жолда автомобильдердің кезектен шығу араларының интервалын анықтау үшін сіздерге екінші кестені қолдану керек. Бұл кестеде жеңіл автомобильдер ағынындағы үлестері көрсетілген, және де екінші дәрежелі жолда автомобильдердің кезектен шығу араларының интервалдары көрсетілген. Яғни интервалдардың мәнін анықтау үшін сіздерге жеңіл автомобильдердің ағындағы үлесінің мәні керек болады. Бұл мәнді сіздер бастапқы деректері бар кестеден аласыздар. Осылайша сіздер екінші дәрежелі жолда автомобильдердің кезектен шығу араларының интервалдарын анықтайтын боласыздар. Содан кейін ағындағы баяу қозғалатын көлік құралдарының деңгейіне байланысты еркін қозғалатын автомобильдерді сипаттайтын А коэффициентін үшінші кесте бойынша анықтайтын боласыздар. Бұл кестеде баяу автомобильдердің үлесі берілген, және де А коэффициентінің мәні берілген. Баяу автомобильдердің үлесінің мәнін бастапқы деректері бар кестеден аласыздар, және де сол мән бойынша А коэффициентінің мәнін анықтайтын боласыздар. Ал енді сіздерге жүргізуші қабылдайтын шекаралық интервалды анықтау керек. Бұл шаманы анықтау үшін сіздер экранда көріп отырған графикті қолданасыздар. Бұл графикте жүргізуші қабылдайтын шекаралық интервалдың мәні Y оси бойынша берілген, және де X оси бойынша негізгі жолдағы қозғалыс қарқындылығы берілген. Сонымен, жүргізуші қабылдайтын шекаралық интервалды анықтау үшін сіздерге негізгі жолдағы қозғалыс қарқындылығын мәні керек болады. Бұл мәнді сіздер бастапқы деректері бар кестеден аласыздар, және де осы мәнді алғаннан кейін график бойынша түзу өткізіп, қиылысқан нүктеде жай қиылыс түзуіне қиылысқан нүктеде жүргізуші қабылдайтын шекаралық интервалдың мәнін анықтайтын боласыздар. Содан кейін сіздерге автомобильдер ағынның тығыздығын сипаттайтын БТ1 коэффициентін анықтау керек болады. БТ1 коэффициентін сіздер экранда көрсетілген график бойынша анықтайсыздар. Бұл графикте X оси бойынша автомобильдер ағынның тығыздығын сипаттайтын БТ1 коэффициентінің мәндері берілген, және де Y оси бойынша еркін қозғалатын автомобильдерді сипаттайтын коэффициенттер берілген. Оның алдында біз А коэффициентінің мәнін анықтағандықтан, сіздер қазір БТ1 мәнін анықтай аласыздар. Яғни Y оси бойынша А коэффициентінің мәнін белгілеп, оны графикте көрсетілген түзуге дейін жеткізіп, қиылысу нүктесін аласыздар.
қиылысу нүктесін астыға түсіріп, нәтижесінде бета 1 коэффициентінің мәнін анықтайсыздар. Осылайша сіздер жүргізуші қабылдайтын шекаралық интервалды және де автомобильдер ағының тығыздығын сипаттайтын бета 1 коэффициентін анықтадыңыздар. Тура осындай тәсілмен сіздер b коэффициентін, яғни жартылай байланысты сипаттайтын коэффициентті анықтайтын боласыздар. Бұл коэффициентті анықтау үшін сіздер экрандағы көрсетілген графикті қолданатын боласыздар, және де x оси бойынша бізде b коэффициентінің мәндері берілген, y оси бойынша a коэффициенттерінің мәндері берілген. A коэффициентінің анықталған мәнін y оси бойынша белгілеп, және де сол нүктеден графикте көрсетілген түзуге дейін жеткізіп, оларды қиылыстырып, қиылыстыру нүктесінен кейін астыға түсіріп, b коэффициентінің мәнін анықтай аласыздар. Сонымен сіздерде a коэффициенті және b коэффициенті белгілі болады. Осы екі коэффициенттің көмегімен сіздер c коэффициентін анықтай аласыздар. C коэффициентін анықтау үшін сіздерге экранда көрсетілген осы формуланы қолдану керек. Бұл формуланы түрлендіру арқылы сіздер C коэффициентін анықтай аласыздар. Ол үшін сіздер 1-ден A және B коэффициентін азайтуларыңыз қажет. Осылайша сіздер C коэффициентін анықтайсыздар. Енді сіздерге екінші дәрежелі жолдағы жиынтық қарқындылықты сипаттайтын көлік қозғалысының келтірілген қарқындылығының шекті мәнін анықтау керек. Бұл шаманы анықтау үшін сіздерге экранда көрсетілген формуланы қолдану керек. Мұндағы формулада келесі шамалар бар. Олар негізгі бағыттағы сол жақ айналымдағы көлік ағының нақты қарқындылығы және де келесі коэффициенттер берілген. Олар қиылыс арқылы автомобильдердің сол бұрылысты, тікелей және оң бұрылысты маневрлердің әртүрлі жоспарлау шешімдеріне арналған келтіру коэффициенттері. Және қалған шамалар бұл екінші кезектегі бағыттан солға бұрылатын, тікелей немесе оңға бұрылатын маневрлерді орындайтын көлік құралдарының үлесі. Атап өтілген параметрді, яғни көлік қозғалысының келтірілген қарқындылығының шекті мәнін анықтау үшін сіздерге ең алдымен бұл формуланың құрамдас шамаларын анықтау қажет. Бұл формуланың ішінен сіздер ең алдымен коэффициенттердің мәндерін анықтайтын боласыздар. Бұл коэффициенттердің мәндерін анықтау үшін төртінші кестені қолдану керек. Бұл төртінші кестеде жүріс бөлігінің жиегін дөңгелектеу радиустары берілген және де тиісті келтіру коэффициенттері берілген. Келтіру коэффициенттерін анықтау үшін сіздерге жүріс бөлігінің жиегін дөңгелектеу радиусының мәнін анықтау керек. Бұл мәнді сіздер бастапқы деректері бар кестеден аласыздар. Және де егер анықталған радиустың мәні 10 метрден азырақ болса, онда осы жолдағы мәндерді аласыздар. Егер де радиустың мәні 10 метр мен 25 метрдің аралығында болса, онда астыңғы жолдың мәндерін қабылдайтын боласыздар. Ал екінші кезектегі бағыттан солға бұрылатын, тікелей немесе оңға бұрылатын маневрлерді орындайтын көлік құралдарының үлесін сіздер бастапқы деректері бар кестеден аласыздар. Осылайша сіздер екінші дәрежелі жолдағы жиынтық қарқындылықты сипаттайтын көлік қозғалысының келтірілген қарқындылығының шекті мәнін анықтайтын боласыздар. Енді сіздерге көлік қозғалысының тәуліктік қарқындылығын анықтау керек. Бұл параметрді сіздер экранда көріп тұрған формула бойынша анықтайсыздар. Мұндағы атап өту керек. NSSI негізгі немесе қосалқы бағыттардың тәуліктік қарқындылығын білдіреді. NI негізгі немесе қосалқы бағыттардың тәуліктік қарқындылығын білдіреді. Осыған байланысты сіздер
негізгі бағыт бойынша көлік қозғалысының тәуліктік қарқындылығын анықтайсыздар, және де қосалқы бағыт бойынша көлік қозғалысының тәуліктік қарқындылығын анықтайтын боласыздар. Ол үшін сіздер негізгі бағыт бойынша сағаттық қарқындылықтың мәнін алып 0,076-ға бөлесіздер, және де қосалқы бағыттың сағаттық қарқындылығын мәнін алып 0,076-ға бөлесіздер. Мұндағы 0,076 сағаттық қозғалыс қарқындылығын тәуліктік қозғалыс қарқындылығына ауыстыру коэффициенті. Осылайша сіздер көлік қозғалысының тәуліктік қарқындылығын 2 рет есептейтін боласыздар. Көлік қозғалысының нақты және де қосалқы бағыттары бойынша тәуліктік қарқындылық мәндері анықтап болғаннан кейін сіздерге экранда көрсетілген арнайы номограмманы қолдану керек. Бұл номограммада 4 негізгі аумақ көрсетілген. Әр аумақ қиылыстың белгілі бір түріне және оның жоспарлау схемасына сәйкес келеді. Мысалға, бірінші аумақ бұл екінші дәрежелі жолдағы бөлу және бағыттаушы аралшықтар, өтпелі қисықтары бар, оң бұрылу съездері бар жай қиылысқа сәйкес келеді. Екінші аумақ басты жолдағы өтпелі жылдамдық жолақтары бар жай қиылысқа сәйкес келеді, және де үшінші аумақ негізгі жолда қарсы ағындарды бөлу арқылы ұйымдастырылатын қиылысқа сәйкес келеді. Сонымен қатар төртінші аумағымыз бар. Бұл аумақ ауыспалы жылдамдық жолақтары бар негізгі жолдағы сол жақ айналмалы аралшықтармен ұйымдастырылған қиылысқа сәйкес келеді. Сонымен біздің қарастырылатын қиылыс схемасының қандай қиылыс түріне жататындығын анықтау үшін көлік қозғалысының негізгі және қосалқы бағыт бойынша тәуліктік қарқындылығын мәндерін қолдануымыз керек. X осі бойынша, бұл номограммада, X осі бойынша көлік қозғалысының нақты бағыт бойынша тәуліктік қарқындылықтың мәндері берілген, және де Y осі бойынша көлік қозғалысының қосалқы бағыт бойынша тәуліктік қарқындылық мәндері берілген. Осы екі мәнді өзара қиылыстыру арқылы біз белгілі бір аумаққа түсеміз, және де сол аумақ белгілі бір қиылыс түріне және оның жоспарлау схемасына сәйкес келеді. Енді қиылыс түрлерімен және олардың жоспарлау схемаларымен танысу үшін сіздерге келесі слайдта көрсетілген кестені қолдану керек. Ал енді экраннан сіздер қиылыс түрлері және олардың жоспарлау схемасы, сонымен қатар арнайы келтіру коэффициенттері көрсетілген кестені көріп отырсыздар. Бұл кестеде 4 қиылыс түрлері берілген, және де әр 4 қиылыс түрлері алдында көрсетілген номограммадағы 4 аумаққа сәйкес келеді. Көлік қозғалысының нақты және де қосалқы бағыт бойынша тәуліктік қарқындылықтардың мәндері қиылысқан аумақ сіздерге қиылыстың белгілі бір түрін көрсетеді. Мысалға, егер осы екі мән, яғни негізгі және де қосалқы бағыт бойынша тәуліктік қарқындылықтың мәндері бірінші аумақта қиылысқан болса, онда сіздердің қарастырылатын қиылыс схемаларыңыз бірінші қиылыстың түріне сәйкес келеді, және оның жоспарлау схемасы осындай болады. Бірінші қиылыстың түрі бізде екінші дәрежелі жолдағы бөлу және бағыттаушы аралшықтар, өтпелі қисықтары бар, оң бұрылу съездері бар жай қиылысты білдіреді, және де оның жоспарлау схемасы осындай. Сонымен қатар оның басты, екінші дәрежелі тікелей қиылысты, оң жақ бұрылысты келтіру коэффициенттері көрсетілген. Мысалға, басты келтіру коэффициенті 1-ге тең, екінші дәрежелі, яғни қосалқы бағыт үшін келтіру коэффициенті солдан
солға бұрылу кезінде 0,85-ке тең, тікелей қиылыстағы келтіру коэффициенті 0,9-ға тең, оң жақ бұрылыстағы коэффициенті 0,27-ге тең. Екінші қиылыс түріміз басты жолдағы өтпелі жылдамдық жолақтары бар жай қиылыс деп аталынады, және де оның жоспарлау схемасы осындай. Сонымен қатар оның жолдан солға бұрылу кезіндегі басты бағыттағы коэффициенті 1-ге тең. Екінші, яғни қосалқы бағыт бойынша жолдан солға бұрылу коэффициенті 0,85-ке тең, тікелей қиылыс бойынша коэффициенті 0,9-ға тең, және оң жақ бұрылыс бойынша келтіру коэффициенті 0,1-ге тең. Қиылыстың үшінші түрі негізгі жолда қарсы ағындарды бөлу арқылы ұйымдастырылатын қиылыс деп аталынады, және де оның жоспарлау схемасы осындай. Сонымен қатар оның келесідей келтіру коэффициенттері бар. Олар жолдан солға бұрылу кезінде басты бағыт бойынша 0,9, екінші дәрежелі, яғни екінші қосалқы бағыт бойынша жолдан солға бұрылу коэффициенті 0,65-ке тең, тікелей қиылыс бойынша коэффициенті 0,7-ге тең, оң жақ бұрылыс бойынша коэффициенті 0,1-ге тең. Және де төртінші қиылыстың түрі бұл ауыспалы жылдамдық жолақтары бар негізгі жолдағы сол жақ айналмалы аралшықтармен ұйымдастырылған қиылыс. Бұл қиылыстың жоспарлау схемасы осындай, және де оның келесідей келтіру коэффициенттері бар. Олар жолдан солға бұрылу кезіндегі басты бағыт бойынша коэффициенті 0,6-ға тең, екінші дәрежелі, яғни қосалқы бағыт бойынша келтіру коэффициенті 0,65-ке тең, тікелей қиылыс бойынша келтіру коэффициенті 0,7-ге тең, және оң жақ бұрылыс бойынша келтіру коэффициенті 0,1-ге тең. Мысалға, біздің номограмма бойынша қиылысуымыз бірінші аумаққа түсті, және де біз қиылыстың бірінші түрін қабылдаймыз, және қарастырылатын қиылыс схемасын жоспарлау схемасына сәйкес жетілдіреміз. Сонымен қатар біз келтіру коэффициентінің мәндерін де қабылдайтын боламыз. Осы келтіру коэффициенттердің мәндерін ала отырып есептеуді қайтадан жүргізетін боламыз. Жаңа қабылданған келтіру коэффициенттерінің көмегімен біз екінші дәрежелі жолдағы жиынтық қарқындылықты сипаттайтын көлік қозғалысының келтірілген қарқындылығын шекті мәнін қайтадан есептеп шығаратын боламыз, және де алдыңғы есептеу бойынша және де қазіргі есептеу бойынша алынған мәндерді өзара салыстырамыз. Және де осы мәндер арқылы біз қарастырылған қиылыс схемасының қаншалықты жетілдірілгенін анықтайтын боламыз. Сонымен практикалық жұмысты қорытындылайтын болсақ, біз қарастырылған қиылыс схемасы бойынша арнайы талдау жүргіздік. Бұл талдау бойынша біз көлік қозғалысының қарқындылығын анықтадық және қиылыстың өткізу қабілетін анықтадық. Бұл шамаларды, параметрлерді біз арнайы есептеу жүргізу арқылы анықтаған болатынбыз. Және де есептеу нәтижесі бойынша біз қарастырылатын көлік схемасына қиылыс схемасына арнайы қиылыс түрін таңдаған болатынбыз. Және де сол қиылыс түріне сәйкес келетін жоспарлау схемасын таңдаған болатынбыз. Және де қарастырылатын қиылыс схемасының қаншалықты жетілдірілгенін анықтағанбыз. Сонымен сіздер бүгінгі практикалық жұмыстың орындалу әдістемесімен таныс болдыңыздар. Енді осы әдістеменің негізінде сіздер практикалық жұмыстарыңызды орындай аласыздар. Практикалық жұмыстарыңызды орындап, оның есебін дайындап, рәсімдеп, осы практикалық жұмыстың ауызша қорғалуын жүзеге асыруларыңыз қажет. Ол үшін сіздер экрандағы көрсетілген бақылау сұрақтарына жауап берулеріңіз керек. Сіздерге 5 бақылау сұрақтары ұсынылған. Бірінші сұрақ: реттелмейтін қиылыстың өткізу қабілеті дегеніміз не? Оның мүмкін және практикалық мәндерінің арасындағы айырмашылық неде? Екінші сұрақ:
сақиналы қиылыстарды есептеу ерекшеліктері қандай? Үшінші сұрақ. Шекаралық интервал дегеніміз не? Оның мәні қалай анықталады? Төртінші сұрақ. Қозғалыстың канализациясы дегеніміз не? Оның негізгі принциптері қандай? Бесінші сұрақ. Қандай жағдайларда канализацияны қолдану ұтымды деп саналады? Осы 5 сұраққа жауапты сіздер бүгінгі практикалық жұмыста берілген қысқаша теориялық мәліметті, сонымен қатар осы сабақтың дәріс материалдарын және де қосымша электрондық ресурстарды пайдалана отырып таба аласыздар. Бұл сұраққа толық жауап тапқаннан кейін бүгінгі практикалық жұмыстың ауызша қорғалуын жүзеге асыра аласыздар. Осымен біз бүгінгі практикалық жұмыстың бейне шолуын аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.